Сәлем, бүгін тәуелділік, осы жақында тәуелділік туралы рилс салғам, өзімнің өміріммен бөліскем. Тәуелділік деген не, қалай мені тәуелділік қарым-қатынасты бұзды, именно адамдардан тәуелділік болады. Вот сол туралы айтқан кезде өте көп ханымдардың өздерінің тәуелді екенін, өздерінің күйеулерінен, жігіттерінен тәуелді екен туралы ойлармен бөлісті. Сондықтан осы видеоны салайын деп шештім, осы видеоны түсірейін деп шештім. Негізі тәуелділік деген не, сол туралы қысқаша қалай проявляется вообще отношенияда, сол туралы айтып өтейін. Тәуелділіктегі әйел, еркек, әйел деп айта берейін, но бұл еркекке де әйелге де қатысты. Біріншіден, просто уже тәуелділікке түскеннен кейін өзінің өмірі жоқ. То есть өзінің өмірі жоқ дегенде полностью жаңағы адам қасында болмаса, ол адамсыз оған не интересно? Ол адамсыз өмір страдание. Ол даже подружкасының жанында жүру мүмкін, ол даже туыстарының үйіне кетуі мүмкін. Ол кімнің жанында болса да, ойының барлығы жаңағы күйеуінен тәуелді ма, сол күйеуінде. Онсыз ол қайда жүр? Егер ол телефонға жауап бермей жатса, ол үшін бір страдание, неге жауап бермей жатыр, почему так деген сияқты сезімдер болады. Өзінің вообще планы жоқ. Егер бір план құратын болса, обязательно жаңа күйеуінен тәуелді ма, сол күйеуінен сұрау, күйеуімен бірге, күйеу егер барайық десе бару, бармайық десе егер күйеуінің рұқсаты берілмесе бармау, план только сол адамнан болуы. Одан бөлек тәуелділіктегі адам, ол ответственностьның барлығын жаңа кімнен тәуелді, сол адамға беріп қойғысы келеді. Күйеуі ма, вот күйеуінен. Сол мен үшін жауапкершілік алса екен, сол жаңағы менің өмірімнің бүткіл жауапкершілігіне ол да жауап берсе екен деген сияқты ойдың болуы. Өмірінің ешқандай мәні жоқ. То есть ол адам жоқ болса, мысалы, бывает, да, иногда ұрсып қалады, бір-екі күн сөйлеспей кетеді. Ол жерде 2 күн как будто оған 20 жыл сияқты депрессияға кіріп, жылап, еңіреп, ештеңкені дұрыс нормально ойлай алмайды. Только жаңағы сол адам туралы ойдың болуы. Тағы да бір жағдай, қандай жағдай болмасын, ұрып жатсын, изменять етіп жатсын, или там сөздерменен төмендетсін, вообще не важно. Оның ең бірінші ойы сол адамнан кетпеу, сол адамнан тәуелді болғандықтан қалай да болса соның жанында қалу. Мысалы, маған кеше бір ханым консультацияға келді, сол жерде айтады да, мен күйеуімнен тәуелдімін деп айтпайды, бірақ та унижает, сестренкалар унижает, өзі унижает. Бар, кетсең кете берші, балаларды, әйелдерді, балаңды алда, кетші вообще, сенімен тұрғым келмейді дегеннің өзінде терпет соның бәрін. Жасама дегенде жасамайды, жаса дегенде жасайды. Бұл не? Бұл тәуелділік. Ол жаңағы өзінің күйеуінен шыға алмауы, күйеуінен тәуелді болуының белгісі. Вот, кейбір еркектердің жаңағы 5 әйел қатынға барып келеді, таңертең қыдырып таңертең келеді, соның бәріне шыдауы, бұл не? Ол адамнан кете алмауы не болса да, яғни өзінен отказ беріп, өзінің решенияларына отказ беріп, сол жерде қалуы. Всегда сол адамнан бір подтверждение күту. Қандай да бір шешім қабылдар алдында сол адам айту керек: сен жасасаң болады, сен жасамасаң болмайды. Например, қыздар айтады: мен оқиын десем, маған күйеуім қолдамайды. Причем тут сенің күйеуің? Сен 30 жастағы әйелсің, сен 40 жастағы әйелсің, сен уже 4 баланың анасысың. Причем тут вообще сенің күйеуің? Да, ол сенің күйеуің, но ол сен оның рабынясы емессің ғой, чтоб сен одан рұқсат сұрау үшін. Бірақ та не? Мен қазір күйеуімден рұқсат сұрап алайын, осын жасау үшін. Это не то, что неуважение и уважение, бірақ та сенің өзіңнің личное пространствоң болу керек, бірақ тәуелді қыздарда ондай пространство жоқ. Сол адамнан бірінші жаңағы подтверждениені алу керек. Бұл тәуелділікте болған кезде бір измена болса, или күйеуі кетіп жатса, жаңағы күйеуі бақытсыз болып жатса, или там постельде бірдеме ұнамай жатса, сразу ол өзінен
чувство виныды тек қана өзінен көреді. Значит, я виновата, значит, я неправильно делаю, изменять етіватса да это моя вина деген сияқты бүткіл чувство виныды өзіне алады. Негізі тәуелділіктегі әйелдердің өзінде өте көп чувство. Неге тәуелділікке түседі? Потому что есть очень много чувства вины, ұят сезімі көп, және өзін кінәлау. И я вообще никто, я вообще никчемная деген сезімдердің болғаннан ол адамдарға көбінесе тәуелді болып қалады. Тәуелділіктегі адамдардың қарасаңыз, оларда вообще өзінің личности жоқ. Өзінің пространствосы, өзінің қалағанымен өмір сүру, өзінің желанияларымен өмір сүру деген оларда жоқ. Олар өздерінің личностін жаңағы слияние, жаңағы тәуелді адаммен қосып тастаған. То есть оның личностін решать ететін кім ол, не істеу керек, қалай тұру керек, қалай отыру керек, нені қалау керек, нені қаламау керек, бәрін жаңағы решать ететін кімнен тәуелді? Сол адамдар. И бұл адамдардың ең глубокий осындай тәуелділікке түсуінің себебі әрине ол жалғыздықтан қорқыныш. Жалғыздық кезінде өзінің бір уязвимостьна, то есть жалғыз болған кезде мен ешкімге керексізбін, мен әлсізбін, мен ешкімсіз ештеңке жасай алмаймын, менің қолымнан ештеңке келмейді деген сияқты глубокий бір ойлардың болуынан, содан жалғыздықтан қорқуы. Так, тәуелділіктегі адамдар, олар отношенияда, знаете, в основном кажется, да, вот кеткісі келеді, күйеуінің унижениясына шыдай алмайды, жақсы көрмейді, төсекте де ұнамауы мүмкін, ну, в основном болады сондай, да, все отвращение, но из-за того, что жаңағы привычка қалып қалған, и іште глубокий өзінің түбіндегі жаңағы егер ана адамнан кетіп қалатын болса, өзіне бұрылады, а өзіне бұрылғанда жаңағы никчемности бар, я никто, өзін жақсы көрмеуі бар, өзін қабылдай алмауы бар, соның бәрінен кездесуден қорыққандықтан ол адамға махаббат жоқ болып тұрса да, ол сол адамға деген жаңағы привычкасы қалып қалғандықтан сол адамның жанында жүреді. Көбінесе еш оны мынандай просто жай қабылдай алмайды. Просто жай қабылдай алмайды деппін ғой. Оны жақсы көрмеуі мүмкін, да, бірақ та просто онсыз өмір сүре алмайды. Уже привычка болып кеткен, понимаете? Вот поэтому мен білмеймін. Мысалы, көп тәуелділіктегі қыздар маған консультацияға келеді, и сол кезде сұрайсың ғой, сен деген шынымен жақсы көресің ба деп. И в основном, знаете, жауап беру қиын да, ең басында жауап бере алмайды. Мен білмеймін деп шындықтан қашады да. И соңында, когда вот реально шындыққа келген кезде жауап нет дейді да. Бірақ та тәуелділік бар да. Привычка, толерантность дейміз ғой, тәуелділік бар. Сол тәуелділіктен шыға алмағаннан ол как будто өзін өзі жақсы көретін сияқты қабылдайды. На самом деле, жаңағы айтқанымдай, бұл еркектерде де, әйелдерде де бар жағдай ғой. Негізі сіздер үйде тәуелді болсаңыздар, запомните, сіздердің қастарыңыздағы адам да осы ойынды ойнап жүрген, ол да көбінесе тәуелділікте болады. Не бывает такое, что сіз ғана тәуелдісіз, а күйеуіңіз тәуелді емес. Да, өмірде, если отношенияда жүрсеңіздер, свободный тәуелділіктегі жоқ қызға, например, тәуелділіктегі бір еркек кездесу мүмкін, или тәуелділіктегі еркекке, свободный еркекке тәуелділіктегі қыз кездесу мүмкін. Бірақ та свободный адам, ол сразу ұзақтатады, ты что, менің границама кіре алмайсың. Тәуелділіктегі не? Полностью слияниен болып кетуі. То есть өзіңнің жеке өмірің жоқ, өзіңнің қалауларың жоқ, өзіңнің ты не можешь, өзіңді жасай алмайсың. Сен тек қана біреумен ғана соны істей аласың да. Біреу бар болса ғана, как будто саған ауа бар сияқты, біреу бар болғанда болса бақытты сияқтысың. Например, тәуелділіктегі адам күйеуімен ұрысқасыншы, ол или күйеу 2 күнге бір жаққа кетіп қалсыншы, ол дірілдеп жүреді, пока анау келгенше. Тәуелділіктегі емес адам, ну окей, жарайды, кетті, жаңағы бір жаққа кетті, қыдырып жүр достармен, окей, это все нормально, имеет право деген сияқты ойда болады да. Кто жаңағы зависимость, оларда олай мүмкін емес. И в основном тәуелділіктегі семьялар, олар біреуі контртәуелділікте, біреуі тәуелділікте. Көбінесе әйелдер бізде тәуелділікте болады, ол всегда зависимость. Я не могу без тебя жить деген позициямен өмір сүреді. Сен маған керексің, я не могу без тебя деген. А контртәуелділіктегі тоже сол,
бірақ та ол суық, железный, я могу без тебя жить деген сияқты видпенен жүреді, бірақ на самом деле, допустим, әйелі бір күні пошел ты нафиг деп бұрылып ажырасайын деп кетейін деп жатса, пожалуйста кешірші мені деп қайтадан қайтып келеді. Сол кезде өзінің жаңағы тәуелділік пен контртәуелділік монета сияқты екеуі, бір монетаның екі жағы сияқты. Когда жаңағы пожалуйста кетпеші деп жалынған кезде контртәуелділіктен тәуелділікке өткенін көрсетеді да. Понимаете? Вот так. Ондай моментте, наоборот, әйел да пошел ты, сен деген өмірімді бұздың деп, наоборот, контртәуелділікке кетіп, бір-біріне осындай манипуляция. Тәуелділіктегі адамдарда көбінесе манипуляция бар. Ол жерде махаббат неден бұрын манипуляция, игра, бір-бірін жаңағы ойын арқылы ұстауы. Суық, жылы, жылы, суық, ұзақ, жақын, жақын, ұзақ, да? Классный секс, потом иди ты нафиг деген сияқты сондай позициялармен өмір сүреді. Мынандай бір спокойствие жоқ негізі. Жаңағы айтқанымдай, адамдарға айырылысудан бұрын, тәуелдіктегі адамдарға именно сол адамнан айырылысу емес, айырылысқаннан кейін чувство ненужности қатты мазалайды, чувство брошенности қатты мазалайды, я никто, я никчемная деген қатты мазалайды. Именно осыны көргісі келмегеннен, өзіне үңілгісі келмегеннен, өзіменен жұмыс істемегендіктен олар осы состояниеда тәуелдіктен жаңағы адамнан арылғысы келмейді, потому что өзін көргісі келмейді, ішіне үңілгісі келмейді. И бывает даже айырылса ма ондай адамдар айырылысуы мүмкін, бірақ та көбінесе өзімен жұмыс істемейді, проработка жасамайды, и опять же сондай басқа бір отношения тауып алады. И қыз болса да, и еркек болса да өзінің ішкі дүниесіне түңілмейді, олар тағы да бір абьюзер тауып алып, тағы да бір-біріне тәуелді адамдар тауып алып, и дальше сол ойынды ойнайды. Айтады ғой, что отношениядан шығу – это еще не решение. Психопаттан или абьюзердан кету, манипулятордан кету – это еще отношенияның решениесі емес, потому что сен именно сондай адамды тауып аласың да, потому что сенің привычный паттерн мышлениең только сондайға апарады да. Сен сондай адамдарды ғана бүйтіп көріп тұрасың да, басқа адамдарды, сен свободный адамдарды көре алмайсың, потому что свободное отношение для тебя это не отношение, потому что сен оған үйренбегенсің. Ал свободное отношение деген қандай? Кәдімгідей тәуелдіксіз махаббатта, мысалы, сенің ол адаммен де, ол адамсыз да тебе интересно. Ол адаммен де сен қызықты уақыт өткізе аласың, ол адам жоқ болса да сен можешь жить өзіңнің подружкаларыңмен, өзің жалғыздықта, өзіңнің интерестеріңмен, карьераңмен, жұмысыңмен өмір сүре аласың. И тебе окей, сен даже 3-4 күн көрмесең де тебе окей. Сен жаңағы ол адамнан зависимостьта жаңағы измена говорю, қызғаншақтық болатын болса, когда сен еркіндіктегі болсаң, еркіндіктегі отношенияда, тәуелдік болмаған жерде сен не істейсің? Свобода бересің. То есть свобода это нормально. Ол да өсе алады, ол да қыдыра алады, сен де өзіңде қыдыра аласың. Главное, араларыңда бір-біріңе деген доверие бар, махаббат бар, и окей, все, да? И тәуелділіктегі емес адамдар өздері выбирает, қалай киінем, қалай жүрем, мне это нравится деген сияқты. Ну да, оның половинасы айтуы мүмкін, но это не то, что властвовать это, потому что жаңа айттық қой, біреуі тәуелділікте болса, біреуі контртәуелділіктегі. Контртәуелділіктегі еркектер из-за того, что они боятся, ненужны болып қалудан қорыққаннан, олар жаңағы даже киіміне дейін запрет жасайды өзінің қыздарының. Сен мынаны киме, шашыңды бүйтіп жүрме, сарыға бояма, жасылға бояма, или там еще что-то деген сияқты бүткіл границасын алып кетеді. Почему? Потому что ол өзі қазір лучше болып кетсе, или там қазір басқа біреу қарап қойса, мен ненужный болып қалам деген сезім бар да. То есть өздерінің ничтожествосы бар астында на самом деле, да, и осы ничтожествоны жабу үшін банка ретінде жаңағы запрет арқылы, контролировать ету арқылы, и мен сенен вышымын деген контртәуелділік арқылы осылай көрсетеді. Понимаете? Ол сіздерді жаңағы киме, жүрме, үйтпе, бүйтпе дегеннің астында не надо думать, что, конечно, сіздер бір мини-юбка киіп алып, проститутка сияқты жүрген жоқсыздар, но в то же время
көп запреттер беріледі да, мынау сенің көтеніңді дау қылдырып тұр, мынау сенің көтеніңді, и еще мынандай бір не тонмен айтады да, сен осыны жасауың керексің деген сияқты тонмен да. То есть бұның барлығы сол тәуелдіктегі адам. А тәуелдіктегі емес адам просто может попросить, мне, ну, я тебя ревную, или мне так хочется, ты можешь, ну, конечно, ты имеешь право, но можешь былай киінуге деген сияқты просто просьбамен де айтуы мүмкін. А вообще нормальный адам, ол просто друг друга и так понимает, да, сөзбен ақ, не надо оны айтып, қыз и так та түсінеді, что приятно өзінің жігітінің айтқан сөздерінен, блин, тебе так идет дегенде келесі жолы ол все равно сондай киіп өзінің күйеуіне жігітіне приятно болып жүргісі келеді, а не то что сен мынаны киюің керексің деген сияқты сөздермен емес. Ну осы жерде түсіндіңіздер деген ойдамын да. Ары қарай көп қыздарға, например, өсуіне рұқсат бермейді, когда сіз тәуелдікте болған кезде. Тоже опять не үшін? А прикиньте, сіздер қазір көп мынандай блогерларды көресің, басында жаңағы рұқсат бермейді, сен жұмыс істемейсің, ты чё, инстаграмға шығу, что это такое деген сияқты сөздерді айтып жүріп, жаңағы контртәуелдікте жүріп өзінше властвовать етіп жүреді. Әйелдер оларға берілмейді, соныменен жаңағы ақша үшін шығады, соңында жаңағы өздері, ой менің әйелім деп қасында уже өздері бірге инстаграмға түсіп жүрген жаңа контртәуелдіктегі еркектерді көп көреміз, иә. Басында рұқсат бермейді, потому что рост, қорқады, қазір менен жоғары болып кетеді, мен ничтожествомен, опять өзіне бұрылады ғой, если анау күшті болып кетсе, мен ничтожество болып қалам деген сияқты. Сол ничтожестводан қорыққаннан олар жаңағы контроль беріп, өспейсің, оқымайсың, жасамайсың, я тебе запрещаю, я это не хочу деген сияқты сіздерге контролировать еткенді жақсы көреді, сіздерге жаңағы құдай позициясында, жоғары позицияда, я управляю тобой деген позицияда болған жақсы көреді. Тәуелдіктегі емес адам олай жасамайды. Сен де өсе аласың, сенің де өзіңнің желаниең бар, мен де өзім бөлек өсе аламын, менің де өзімнің желанием бар, біз бірге де өсе аламыз, бірге де желаниеміз бар. То есть нам вместе хорошо, нам и бөлек те хорошо. Біздің бірге бір желаниеміз болса да, біздің әрбіреуімізде бөлек желаниеміз бар, и это нормально. Но байқасаңыздар, ондай отношения өкінішке орай Қазақстанда әлі дамымаған, өте аз. Бірақ та хотите вы этого или нет, заман осыған алып келе жатыр, осындай болу керек. И бұл үшін әрине бірінші өзіміз тәуелдіктен шығуымыз керек. Егер сіздер қыздар өздеріңіз күйеуге шықпай жатып, уже каждый жігіттен осындай тәуелдікті көріп жатсаңыздар, уже өздеріңізбен жұмыс істеулеріңіз керек. Уже өздеріңізбен күйеуге шықпай жатып, чтобы ертең сондай тәуелдік отношениясына түсіп қалмау үшін. Тәуелдік отношениясы просто сіздерді, представьте, или сізде отношения болады, но не жизнь. Понимаете? Тәуелдік деген сол. Сізде бір отношения бар, бірақ та өмір емес ол. Потому что сіздің желаниеңіз, сіздің қалауыңыз, сіздің вообще ештеңкеңіз жоқ. Барлығын сіздің жаңағы абьюзер еркегіңіз жасап отырады да сіз үшін. Понимаете, да? Или сондай еркектер да, тәуелдікке түсіп қала беретін еркектер қыз көрсе ғашық болып, білмеймін, сондай абьюзивный бір әйелдерді жақсы көріп қалатын болады. Ол да ертең өзінің әйелінен шыға алмайды. Көбінесе ондай еркектерді жаңағы күшік күйеу деп, потому что не, әйел деген властвовать етіп солай жасайды да, мен саған бала туып беріп отырмын, мен саған үйтіп отырмын, мен саған бүйтіп отырмын деген сияқты да. Бұл жерде даже жаман ойлап қалмаңыздар. Есть просто өзіңнің әйеліңе деген уважение, да. Я хочу, чтобы бүгін үйде қалғаныңды деген жерде өзі күйеу тыңдап қалып жаңағы, и в то же время оның свободасына да тиіспейтін әйелдер, это нормально. А есть әйелдер, которые действительно абьюзер, ужасная, и өзінің күйеуін өзінен артық ешқайда шығармайды, и күйеуі де деп жаңағы өзінің әйелінен шыға алмай қалады да. Но в то же время өзі как бы в душе понимает, что что-то не так деген сияқты да. Но сондықтан бұл отношениялар негізі дұрыс емес. Бұл отношениядан әрине шығу керек. Ол үшін ең бірінші өзіңнің ішкі дүниеңмен, өзіңнің я никчемная, я никто, я не нужный, өзіңнің ішкі опораң, өзіңе деген сенімділік, осының бәрімен кәдімгідей терапия өткізу керек. Өзіңмен толығымен жұмыс істеуің керек. Өзіңе
өзіңе бірінші еркіндік беруің керек, а ол адамдардың ішінде вообще еркіндік жоқ. И өзінде еркіндік болмаған адам ол басқаға да сондай еркіндік бермейді. Өзі де абьюзер, тәуелділікте болады, и басқа да тура сондай абьюзер, тәуелді адамды тауып алады. И опять айтам, это отношения, минусқа кеткен отношения, которые энергияңды көп алады, ауру жасауы мүмкін ол отношения ертең. То есть осындай отношения, но там нету жизни. На самом деле там есть отношения, бірақ нету жизни. А если хотите, действительно классные отношения, бір-бірімізді түсінетін, бір-бірімізді қабылдайтын, бір-бірімізді бағалайтын, бір-бірімізді сыйлайтын, қолдайтын деген отношения керек болатын болса, просто нужно осындай тәуелділіктен шығу керек. Негізі осы айтатыным, сондықтан терапияға келіңіздер, жазылыңыздар, өздеріңіздің тәуелділіктеріңізден арылыңыздар. Потому что бұл тәуелдік сіз даже бұл отношениядан айырылысып кетсеңіздер де, бұл жігіттен айырылысып кетсеңіздер де тәуелділігіңіз үшін, да, ертең тура сондай отношенияға ұрыласыз, ертең тура сондай жағдай болады. И каждым разом вот так вот. Поэтому лучше проработайте өздеріңіздің проблемаларыңызды, өздеріңіздің ішкі дүниелеріңізді и найдите себе жақсы отношенияны. Вот и все.